Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы ерлі ертегілердің ішіндегі басты кейіпкерлермен сұхбат алатын боламыз. Ал кеттік. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ата-аналар және ертегіні сүйіп тыңдайтын қауым, қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге ерекше қуанышпен ұлағатты ел ертеңі жобамыздың басталғанын хабарлаймыз. Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін мен сіздерге өз батырлық жолым туралы, елді қорғау кезіндегі ерліктерім жайлы айтып бермекпін. Жоба жұмысының мақсаты әр отбасыда ерекше ертегі күні өткізіліп, балаларға ұлттық құндылықтар түсіндіру. Өйткені ертегі тыңдап өскен бабаларымыз тәуелсіз Қазақстанның көк байрағы желбіреткен жоқ па? Дұрыс айтасыз. Сол үшін әр ертегіні мұқият тыңдап, жүрегіңізге тиіңіздер. Ал қазір 4 сынып оқушысы Болатханов ғалымның Қазанбай батыр ертегісін бірге тамашалайық. Ау, Ертегі оқып беріңізші. ертегі кәне келе ғой, жүр. Қандай ертегі оқиды? Ерлік ертегілері дейді. Қане қарайық ішінде қандай ертегі бар екен? Қазанбай батыр дейді екен мына жерде. Соны оқып берейін бе? Иә. Ал, тыңдай ғой. Едігенің 4 баласынан ішінде Қазанбай дегені жауға шапқанда өз атын айтып, қазанбайлап шабады екен. Оның даусын естіген жау. Қазанбай өмірінде жеңіліп көрген емес, оған қарсы соғысудың мәні жоқ, деп бет-бетімен қаша жөнелетін көрінеді. Қазанбайдың бөрте арғымағы болыпты. Ол арғымақта 60 аттың күші мен 60 аттың жүрісі. Ал Қазанбайдың өзінде 60 елдің айбаты мен 60 елдің қайраты бар дейді. Бір жорықта Қазанбай батыр жаудың көп малын айдап қайтады. Олжалы келе жатқан батыр серіктерімен биік таудың баурайына тоқтап, аяқ суытып, атала көже әзірлеп жатса керек. Кенет, ойбай, жау келіп қалды деген қаруылдың шошыған дауысын естіп, сарбаздар дүрліге атқа қонады. Қазанбай батыр, шіркін, дайын тұрған дәмді жауға тастап кетуге болмас, ішіп кетейік деп, мосыдан бақырды іліп алып, ыстық көжені жұтып жібереді. Содан соң түк болмағандай сарбаздарына бұрылып, сендер қолға түскен жылқыны айдап, алға тарта беріңдер, жауды есебін тауып өзім-ақ қайырамын дейді. Сарбаздар жөңкіле жүйткіп жылқының соңынан қуып кетеді. Қазанбай бір биік төбенің басына шауып шығып, аттан түсіп, белін шешіп, үстіндегі қару-жарағын ердің басына іліп қойып, түзге отырған кісіге ұқсап, сауыттың жамылып отыра кетеді. Бір адамның төбеге қарай бұрылғанын қалғандарының жөңкіле қашып бара жатқанын жау алыстан ақ көріп келе жатқан болады. Анау төбе басында жан сауғалап барған ажарлы пендені бір екеуің барып өлтіріп найзақ қандаңдар дейді жаудың басшысы. Ол кезде ұрыс басталғанда алдымен найзақ қандау салт екен. Жау тобынан 2 адам бөлініп, жалғыз аттының соңынан салады. Қалғандары алға ұмтылып, 2 атты құйғытып, төбеге шықса, басы қазандай бір дәу жалпиып отыр дейді. Әй, ез болсаң, отырған кісіні түйрей бергін, ал ер болсаң, тоқта, мен орнынан түрегелейін, киімді киейін, атыма мінейін, найзамды қолыма алайын, дейді Қазанбай батыр. Тақсыр, мынау балқаштың шөл даласы мекен еткен қазаққа кек әперген аруақты Қазанбай деген батыр бар. Өзі аз атадан шыққан, аз атадан шықса да,
азулы, білгір, аруағы мықты, дұшпаны жел жағынан жүре алмайтын, жау десе намысын қорғамай тұра алмайтын, айтқаны әзір болған, тілегі қабыл болған Қазанбай батыр ол дейді бір елдің қариясы. Хан басын имей, бойын тік ұстап, ішке енген Қазанбайға: «Батырым, жоғары шық» дейді. Қазанбай ханның ол жағынан орын алып тізерлеп отырады. Мына тағыңның хан алдындағы әдепсіздігін-ай деп би-болыстар бір-біріне сыбырласа бастайды. «Уа Қазанбайым, кешіктің ғой, тіпті 2 рет кісі жібергенде зорға келдің, мұның қалай? Атыңмен ордаға түскенің қалай?» дейді хан жайлап. Қазанбай: «Тақсыр, мен де елден шыққан батыр едім, халқымды бағып, жау күзетінде жатыр едім. Еліме хан келді дегенде қуанып, елім аман болар деп жұбанып едім. Жасаулы мен айдатып алардай менің не жазығым бар еді? Ауылыма жасауыл жіберіп, адыраңдатып, бала шағамды қорқытатындай, қой қозымды үркітетіндей айыбым не? Ел қорғаған батырымның бірі еді ғой, халық үшін, ел үшін, мен үшін осы жақта жүреді ғой деп көзіңді салсаң болмай ма? Бұл тақсыр ел ме екен, әлде жау ма екен деп атым менен, қару жарағыммен келдім. Төрелігіңе әлі сенгем жоқ. Әділетті ел бағатын төрем болсаң, басым июлі, қолым құсырулы» дейді. «Жарайды Қазанбайым, батырым, бұл сөзіңе жеңілдім. Күшке ғана байыма десем, ақылға да бай екенсің. Айтқандарыңның бәрі орынды». Хан Қазанбайға ерекше қошемет көрсетеді. «Апырмай, мына тентек батырдың аузына келгенін айтқанынан қорыққаны ма ханымыздың жаза берме қошеметтегені қалай?» деп би-болыстар бір-біріне таңырқай қарап күңкілдеседі. «Әй, өңшең шуылдақ, дуылдақ немелер» деп айқайлайды хан би-болыстарға ызғар шашып. «Аз атадан шықса да бұл Қазанбай тегін адам емес. Сендер не білдіңдер? Ол үйге кіріп келгенде жер мен көкті тіреп тұра алатындай, мені де, сендерді де, бүкіл осы ордадағылардың бәрін жұтып қоятындай болып кірді. Оны ешқайсың сезген жоқсыңдар. Халық бақытына біткен батыр екен. Қошемет пен дұшпанымызға салалық. Сендер мұнымен бақ таластырып жүрсіңдер. Қазанбайдың бойына бүкіл қазақ халқының жаудан қорғайтын күш қайрат, су сайбат бар екен. Осыны біліңдер». Хан Қазанбайды құрметпен сыйлап, астына ат мінгізіп, үстіне шапан жауып қайтарыпты.